Қазақтың қаймағы бұзылмаған Шымкентте қала әкімі орыс тілінің болашағын алаңдап жүрген сияқты. Мәселе қала басшысының аудан әкіміне қатаң ескерту жасағанында. Не үшін дейсіз ғой? Есеп беруде орысша сөйлемеген үшін. Үйреншікті дағдыны бұзып, халық алдында бастан аяқ қазақша баяндама жасаған Әл-Фараби ауданының әкімі Бауыржан Ахметәліұлына жиынға қатысқан тұрғындардың бірі наразылық танытқан. Артынша Шымкенттің әкімі Нұрлан Сауранбаев аталған сынға байланысты пікірін шұбар тілде былай білдірді. Бізде елбасы бізге бәрі примерді көрсетіп жатыр. Везде, на всех мероприятиях должны вестись на двух языках. Вот вы поставили жолдам такие сомнения есть. Два вопроса у нас казахшайки, и два вопроса орысшайки. Правильное замечание от жителей города было. Вот, поэтому эти вопросы, я думаю, что надо обязательно соблюдать.